Қайырлы күн, құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, бүгінгі брифингке қатысушылар. 2025 жылдың қорытындысы бойынша Шарбақты ауданында атқарылған жұмыстар туралы баяндауға рұқсат етіңіздер. 2025 жылдың қорытындысы бойынша ауданның әлеуметтік экономикалық дамуының барлық көрсеткіштері оң динамиканы көрсетеді. Атап өтетін болсақ, бірінші, ауданның өнеркәсіп кәсіпорындары 106-да 7%-ды құрады. Аудан экономикасының негізгі капиталына салынған инвестициялар 21 миллиард 176 миллион теңгені, немесе былтырғымен салыстырғанда 112-де 6%-ды құрайды. Құрылыс жұмыстары көлемі 9 миллиард 870 миллион теңге, былтырғымен салыстырғанда 153%-ды құрайды. Енді тұрғын үй салу бойынша, Шарбақты ауданы бойынша биылғы жылы 10.226 шаршы метр тұрғын үй құрылысы салынды. Бұл былтырғымен салыстырғанда 188-де 7%-ды құрайды. Бөлшек тауар айналымына келетін болсақ, бұл көрсеткішті 105%-ға жетіп отыр. Енді ең негізгі ауданымыздың көрсеткіші бұл ауыл шаруашылығы өнімі 112-де 6%-ды құрап отыр бүгінгі күні. 2025 жылға ауданның бюджеті 5 миллиард 913 миллион теңгені құрады. Бұл қаражаттың барлығы де толық 100% игерілген. Енді 25 жылы ауданымыз бойынша 28 жоба іске асты. Атап өтетін болсақ, жолдар бойынша 9 жоба іске асты, абаттандыру бойынша 8 жоба іске асты, жылумен жабдықтау бойынша да бірнеше жобалар іске асты. Сонымен бірге әлеуметтік салада 4 білім саласында 4 нысанның күрделі жөндеу жұмыстары өтті. Әлеуметтік мәдениет саласын алатын болсақ, бұл жерде аудандық мәдениет үйінің күрделі жөндеу өтті. Сонымен қатар спорт саласына келетін болсақ, бұл жерде демеушілер тарапынан Шарбақты ауылында шағын футбол алаңы салынды. Сонымен қатар ол скверде тек қана футбол емес, волейбол, баскетбол ойнауға болады. Осындай қысқаша жобалар ауданымыз бойынша іске асты. Енді сұрақтарға жауап берейін. Давайте. Әріптестер, сұрақтар? Бюджеттік жобалар ма, әлде экономиканың даму бойынша? Енді биылғы 2026 жылға тоқталатын болсақ, бұл жерде ең алдымен біз ауданның ауыл шаруашылық саласын дамытуды жоспарлап отырмыз. Бұл жерде 4 ірі негізгі жобаларымыз бар, инвестициялық. Оның біріншісі 500 гектарға арналған суармалы егіншілік дамыту. Өйткені аудан бойынша бірақ шаруашылық осы суармалы егіншілікпен айналысады. Белагра Груп деген жаңадан ашылған жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Былтырғы жылы біз жер телімін толығымен бердік. Биылғы жылы бұл жобаны іске асырамыз деп жоспарлап отырмыз. Сонымен бірге Назаровская 2026 жеке серіктестігінің сүт тауар фермасын 600 басқа арналған құрылысын бастаймыз деп жоспарлап отырмыз. Сонымен қатар осы жауапкершілігі шектеулі серіктесте тағы да 2 жоба жүзеге асыру жоспарланған. Оның бірі 600 гектарға арналған суармалы егіншілікті бастау. Одан кейін 6000 шаршы метр заманауи көкөніс сақтайтын қойманы салу жоспарланып отыр. Сонымен қатар біз Назаровқа бюджет қаражат есебінен Назаровқа кіреберіш жолды күрделі жөндеуден өткізуді жоспарлап отырмыз. Және де Шарбақты аудан орталығында 2 көшені жөндейміз.
бұрыннан асфальт төселмеген, біреуі Толстой көшесі. Сонымен қатар дене шынықтыру, сауықтыру орталығы бар аудан орталығында, бассейнмен 2008 жылы салынған, одан кейін күрделі жөндеу жасалмаған. Сол нысанға күрделі жөндеуді жоспарлап отырмыз 2006 жылы. Рахмет. Туризм саласы бойынша айтып кетіңізші, өткен жылғы жоспарлар қандай бар, бұл бағытта дамытудыңыз? Туризм саласын алатын болсақ, бұл бағытта енді ауданымызда 2 бағытта туризм дамыған. Оның біреуі Маралды көлі, Киелі Маралды көлі, екіншісі Ертіс орманы аумағында орналасқан орман алқабында туризм. Сонымен қатар осы Ертіс орманы аумағында, орманның ішінде Ғабдылуақит Хазірет кесенесі орналасқан. Бұл жерде де туризм дамыған деп айтуға болады. Жылына бұл жерге 2000-нан аса адам келеді. Бүгінгі күні оның жұмысы жалғасуда. Енді Маралды көліне келетін болсақ, былтырғы жылы 2025 жылы 45 мыңға таяу демалушылар келді. Егерде 3 жыл бұрын бұл жерге 7 мың демалушы келетін болса, Маралды көліне, былтырғы жылы бұл көрсеткіш 45 мыңға жетті. Бұл дегеніміз Маралды көлін халықтың көбі естіп, о жерге демалуға барып жатыр. Сондықтан да облыс әкімінің тапсырмасы бар, жағажайды ұлғайту бойынша. Бүгінгі күні эскизный проектісі жасалған, қазіргі күні жоба дайындау бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Болашақта қазіргі күні Көлбұлақ ауылымен кіреді ғой барлық демалушылар. Енді екінші жобаны біз Жылыбұлақ ауылы арқылы кіретін басқа жағажай істеуді жоспарлап отырмыз, Маралды көлін. Өзі облыс әкімі Маралды көліне барған сапарында бізге осындай тапсырма берген, екінші жағажай ашу бойынша. Абаттандыру, бүгінгі заманауи материалдармен салу, бүгінгі заманның талабына сай жағажай істеу. Неше ұзындығы эскизге байланысты 500 метрден кем болмайды. Қазіргі жағажай 500 метр ғой өзі. Мына жағажайда 500 метрден кем болмайды. Бұл жерде демалушыларға арналған негізгі жағдайлар жасалатын болады. Ал жаңағы қасиетті жерлер бойынша мүмкіндік бар ма, жалпы жаңа туристік маршруттарды ашуға? Орман іші болсын. Енді орман туристік салада Қарағай алаңы деген қонақ үй бар. Бұрын Садығашы ауылында мектеп жабылған кезде, сол мектептің ғимараты Ертіс орманы резерватына балансына берілген болатын. Бүгінгі күні ол қонақ үй істеп тұр. Сонымен қатар Ғабдылуақит Хазірет кесенесіне баратын маршруттан басқа орман алқабында 6 маршрут бар. Оны қалада турагентстволармен хабарласқан демалушылар әкеп демалдырып жатыр. Сол 6 маршруттың барлығын жүргізіп өтеді. Ол жаздық қой? Жазды күні. Қысты күні келіп демалушылар бар Қарағай алаңына. Сонымен қатар жаз уақытында 3 демалу орны бар. Бұрынғы кеңес үкіметі кезінде балалар лагері болған ғой, оның біреуі Шағала лагері. Бұл мемлекеттің балансында жазды күні оқушылар сол жерге барып демалады. Екіншісі космические зори деген жеке меншік. О жерде де жазды күні де, қысты күні де барып демалуға болады. Одан кейін лесная сказка деген орын бар. Бүгінгі күні иесі ауысқан, жөндеу жұмыстары жасалынып жатыр. Өткен жұмада иесімен кездестім. Жөндеу жұмыстары мен қатар демалушыларды қабылдап жатқанын айтып отыр ол кісі. Сондықтан да орман алқабында бүгінгі күні демалатын орындар бар. Нұржан. Көш алаң бойынша, алыс жағына көшіп келушілер қалай бейімделіп жатыр ма?
Көші-қон бойынша енді былтырғы жылы 27 отбасы келді, 138 адам. Оның ішінде 9 отбасы қандастарымыз шетелдерден келген. Бүгінгі күні барлығы да орналасып, жұмысқа қабілетті адамдар жұмысқа орналасып, қалғандары өз бизнестерін дөңгелетіп жатыр. Былтырғы жылда алатын болсақ 20 грант берілсек, соның тең жартысынан көбі осы көші-қон бағдарламасымен келген азаматтарға берілді. Әлі де жоспарымыз бар. Биылда біз кесте жасадық. Ай сайын оңтүстік өңірлерге барып, осы бағдарлама аясында қоныс аудару жұмыстарын жүргізу бойынша. Баспанамен қамтылу бойынша бүгінгі күні былтырғы жылы 50%, егер баспана сатып алатын болса, мемлекет тарапынан 50% үйдің қаражатын беріп жүрді. Енді биылғы жылы өзгерістер енгізіліп жатыр ғой. 8 миллионға дейін мемлекет қаражат береді. Енді өзімнің жеке пікірім, кез келген ауылдан бұндай қаражатқа үй сатып алуға мүмкіндік бар. Өйткені ауылдық жерде үй қымбат емес қой. Енді жерсінбей деп айта алмаймын. Отбасы жағдайына байланысты көшіп кетіп жатқан адамдар бар. Өйткені көші-қон бағдарламасы басталғаннан бері Шарбақты ауданына 1000 адамнан аса қоныс аударушылар келген. Оның ішінде әртүрлі жағдайлар болады ғой. Сондықтан да ондай мүлде жоқ демейміз. Ондай жағдайлар бар. Жалпы аудан бойынша қандай мәселе бар? Тұрғындармен кездескенде халық не айтады, қандай мәселе көтереді? Енді тұрғындармен кездескенде бір қуантарлық жағдай. Бүгінгі күні аудан тұрғындары жеке бастың мәселесін көтермейді. Барлығының да көтеретін мәселесі сол елді мекендердің ары қарай дамуы, және де әлеуметтік нысандардың жөндеу жұмыстары, сонымен қатар жолдарды жөндеу және жарықтандыру жұмыстары негізгі мәселелер. Енді бұл бағытта жұмыс жасалынып жатыр ғой. Былтырғы жылы біз 70 шақырымнан аса жол жөндесек, ауыл тұрғындарының өтініші бойынша. Ауыл тұрғындарына ең бірінші не керек? Үйіне елге дейін жететін жақсы асфальтталған жол керек. Былтыр аудан бойынша 70 шақырымнан аса жол төселінсе, биыл біз аудан тұрғындарының өтінішін ескере отыра 7 ауылда бір көшеден салып бердік. Орталық көшелерін ауыл тұрғындары жиналып өздері шешім қабылдайды. Қай көшені жөндеу керек екенін, сол көшелерді биылғы жылы облыс басшысының қолдауымен асфальттап бердік. Сонымен қатар жарықтандыру жұмыстары да жүргізіліп жатыр. Әлеуметтік нысандарда жөнделіп жатыр. Жаңа айтып өттім ғой, білім саласының өзінде 4 нысан жөндеу көрді. Ол Алексеевка ауылындағы шағын орталықтың күрделі жөндеуі. Бұл жерде бұл ғимаратта тек қана шағын орталық орналасқан емес, ол жерде медициналық пункт орналасқан. Ол ғимаратта 2 қабатты ғимарат, ветеринарный пункт орналасқан, Қазпошта орналасқан, және ауылдық округ әкімінің мамандары сол жерде отырады. Толығымен жөнделіп берді. Былтыр ол ауылда толығымен кіреберіс жолын және 3 көшесін асфальт төселінсе, 2 көшесі кіреберіс пен 3 болады. Биылғы жылы шекарада орналасқан ауыл жаңағы ғимарат, 2 қабатты ғимарат жасалынып берді. Шарбақты аудан орталығында Шарбақты ауылы 2-ке бөлінеді ғой өзі. Темір жолдың оң жағы және сол жағы. Негізгі тұрғындар сол жағында тұрады да, оң жағында тұратын бөлігіне аса назар аударылмаған. Биылғы жылы біз толығымен көшелерін жөндеп бердік. Жаңа айтып отырған облыстық мәслихат депутаты Виталий Вячеславович Соломкиннің демеушілік өз қаражаты есебінен керемет сквер салып бердік ол жерге. Абаттандыру жұмыстарын, балалар ойнайтын алаңын жасап бердік. Жаңағы әмбебап футбол, волейбол, баскетбол ойнайтын
тартанды жабынмен жасалынды ол жерге. Былтыр мысалы аудан тұрғындары хоккей ойнайтын орын керек деген. Ол жерде де демеушілер тарапынан жабынымен хоккей корты салынды. Бүгінгі күні күніне 250 адамға дейін сол жерде коньки теуіп жүр. Шаң. Жол жөндеу жұмыстары осы жылы жалғастырады. Келесі жылы жабады. Аудан орталығында жалғыз ұзын көше қалған, Толстой көшесі, жаңа айтып өттім ғой. Ол толығымен 2 шақырымнан асады, 2-3 километр. Толығымен асфальт төселінеді. Содан кейін Полякова көшесі толығымен жөнделеді. Орталық көше, Тәуелсіздік көшесі толығымен жөндеу жұмыстарын өткізеді. Бүгінгі күні конкурстық рәсімдердің барлығы өткізілді. Уже материалдары бәрі келді. Ауа райының түзелуімен бұл жұмыстар басталып кетеді. Сонымен қатар жаңағы жалғыз ауылға кіре беріс жол жоқ, Назаровка ауылына. Жаңа айтып өттім ғой, ол жерде 3 үлкен инвест жоба жоспарлап отырмыз деп. Біз кәсіпкерге жағдайын жасауымыз керек, ол ауылға дейін жететін 3 шақырым кіре беріс жолы жасалынады. Рахмет. Айгүл. Сүт фермасын жоспарлап отырмыз ғой. Бүгінгі күні бір шаруашылықта Победа жеке жауапкершілігі шектеулі серіктесте бұндай мал сауатын ферма бар. Ол жерде сүт өнімдері шығарылмайды, бірақ ет өнімдері шығарылады. 5 түрлі консерві шығарылады ол жерде. Сонымен қатар полуфабрикаттар шығарылады бұл шаруашылықта. Сонымен қатар Сосновка ауылында өздеріңіз көріп жүрген облыс орталығындағы дүкендерде Царская каша деген 5 түрлі өнім осы біздің Шарбақты ауданында шығарылады. Ол сонымен қатар тек қана Павлодар облысында ғана сатылмайды, Ресей еліне шығарылады, басқа да ерлерге экспортқа шығарылып жатқан өнім. Былтырғы жылы сұлы өңдейтін цехтың құрылысын бастаған болатын. Енді биыл 26 жылы аяқтау жоспарланған. Сонымен 6 түрлі өнім шығарылады ол заводтан. Осындай өнімдер шығады Шарбақты ауданында. Рахмет. Айгүл. Жалпы ауданға 2025 жылы қанша адам көшіп кетті, қанша адам көшіп кетті, яғни халық саны азайып ма көбейіп ме деген сұрақ қой. Екінші сұрағым денсаулық сақтау бойынша маман тапшылығы бар, қандай мамандықтарға қаралып, және медпункттар бойынша қанша ашылып жатыр, сол денсаулық сақтау бойынша. Енді бірінші сұрағыңыз жаңа миграция бойынша болды ғой. Оны мойындаймыз. Халықтың саны жылдан жылға кемуде. 2025 жылда алатын болсақ, 384 адамға халық саны қысқарған. Бұл бағытта біз толық талдау жасадық. Қуантарлық жағдай, егерде 24 жылы 33 адам шетелге көшіп кетсе, 25 жылы 14 адам ғана шетелге кеткен. Қалғаны барлығы ішкі миграция. Осы еліміздің ішінде басқа қалаларға көшкен. Оның негізінен талдау барысында байқағанымыз жастар көшіп кетіп жатыр. Сонымен қатар үлкен қалаларға кетіп жатыр, Астана, Алматы қалаларына. Енді бұл бағытта біздің өзіміздің алдымызға қойған жоспарымыз бар. Талдау жүргізгеннен кейін ол жоспарлардың барлығын іске асырып, облыс әкімінің тапсырмасы бар. Осы бағытта жұмыс істеп, көші-қон сальдосын, теріс сальдосын біз қолға алып отырмыз бүгінгі күні. Ондай жағдай бар. Мойындаймыз. Енді денсаулық саласы бойынша келетін болсам, 25 жылы көптеген мамандар тарттық.
ауданымызға бір жылдың ішінде 9 дәрігер келді. 9 дәрігер келді. Бүгінгі күні жоғарғы білімді дәрігерлер мәселесі толығымен шешілген жылдың соңына дейін. Сонымен қатар 6 дәрігерлік амбулатория болса, барлығын облыс бюджет қаражатынан медициналық машинамен қамтамасыз етілді. Сонымен қатар аудан орталығында орналасқан ауруханаға былтырғы жылы 3 жаңа машина сатып алынды. Облыстан берілді. Енді ғимараттардың жағдайына келетін болсақ, былтыр 24 жылы Арбеген ауылында, жалғыз ауылда медициналық пункт болмайтын. Ол медициналық пункт салынып іске берілді. Бұл ауылда бүгінгі күні тұрақты медициналық маман жұмыс істеп отыр. Енді біздің алдымызда осы Красиловка ауылының медициналық пунктін жөндеу тұр. Қалған дәрігерлік амбулаториялардың жағдайы бәрі жақсы. Рахмет. Ақмарал. Бір сұрақ бар еді, нөлдік төзімді қағидаты бойынша үлгілі ауылдар бар ма ауданда? Ішімдіктен бас тартқан тұрғындар, сосын жылына бір қылмыс кездестірген. Енді үлгілі ауылдарының қатарында былтырғы Таза Қазақстан республикалық экологиялық акциясы аясында өткізілген конкурстың қорытындысы бойынша Орловка ауылы үлгілі ауылдардың жеңімпазы болып танылды. Сонымен қатар қылмыс болмайтын ауылдар да бар. Бұл атап өтсек, Есілбай ауылы бар, Арбеген ауылдары бар. Бұл жерде енді толық 100% ішімдік ішпейді деп айтпаймыз, бар ондай тұрғындар. Толығымен бас тартқан ауыл жоқ аудан бойынша, бірақ қылмыс болмайтын ауылдар бар. Орловка кішкене тоқталып өтіңізші, қандай көрсеткіштер бойынша ол алда енді? Енді Орловка ауылын алатын болсақ, бұл жерде ауданымыздағы ең үлкен кәсіпорын Победа жауапкершілігі шектеулі серіктестігі орналасқан. Енді бұл жерде орысша айтқанда развал дегенді көрмеген. Шаруашылық тұрақты түрде дамып келе жатқан шаруашылық, барлық әлеуметтік салалары бар бұл ауылда. Сонымен қатар 100% жұмыспен қамтылған бұл ауылда. Сонымен қатар үшінші поколениясы ғой, Поляковтар отбасының барлығы де жыл сайын өз қаражаттары есебінен әлеуметтік салаға қаражат бөледі. Сондықтан да сонымен қатар өткенде Орловка ауылының тұрғындарымен кездесуде мен айтып өттім, ең негізгі Орловка ауылының құндылығы бұл халқы. Өйткені барлығы де тәртіпке, заңға бағына білетін халық. Егер де қаражат бөлініп жатқанымен халықтың тәрбиесі болмаса, ол ауылды үлгілі ету қиынға соғады. Сондықтан да ең құндысы сол халқы ғой, жұмыста істейді, ауылды да таза ұстайды, басқа іс-шараларға да қатысады. Сонымен қатар кәсіпорынның басшылығы жыл сайын қаражат бөліп отырады осы ауылдың дамуына. Былтырғы жылы мысалы алатын болсақ, балалар ойнайтын алаңдар салды. Сонымен бірге әлеуметтік саланың осы жолы жаңа жылдан кейін бардым, мәдениет үйінің ішінде өздерінің қаражатына жөндеу жұмыстарын жасап жатыр. Бұл Орловка ауылында бюджет тарапынан көңіл бөлінбейді дегенді айтылмайды. Біз былтырғы жылы үш көшесін жөндеп бердік. Келесі биылғы 26 жылға 35 миллион көлемінде қаражат бөліп, мәдениет үйінің ішін екінші ғимараты жөндеу көрмеген. Егер кәсіпорын есебінен, бизнесмен есебінен салынатын болса, біз бюджет есебінен алдын
толығымен сол қаражатқа абаттандыру жұмыстарын жоспарлап отырмыз. Ол кәсіпорынның басшысымен келіскенбіз. Сіздер қаражат бөлесіздер өз есептеріңізден, бізде бюджеттен бөліп отырамыз, тең болғандай. Бұл тек қана Орловка ауылына қана бөлінбейді қаражат, барлық ауылдарға былтырғы жылы мысалы бюджетті бөлген кезде біз бюджеттен бөлген қаражатты әрбір ауылдық елді мекен тұрғындары көру керек. Сондықтан да барлығына де бөлеміз. Сонымен қатар тек қана Орловка ауылына ғана бұндай жұмыс істелініп жатқан жоқ. Таза Қазақстан акциясына тоқталатын болсақ, былтыр демеушілер тарапынан, жаңа айтып өткен облыстық мәслихат депутаты Соломкин Виталий Вячеславович 2000 түп көшет сыйға тартты ауданға. Бұл көшеттердің барлығын біз ауданда 24 мектеп болса, 24 мектепке бөліп бердік. Содан кейін конкурс жарияладық. Қай мектепте осы бөлініп берілген көшеттердің пайыздық есеппен өнімділігі жақсы болады, сол мектеп жеңімпаз атанып 25 балаға жолдама беріледі. Алматы қаласы маңындағы тау ішіндегі лагерьға. Бұл жерде барлық мектептер ат салынды. Осы конкурстың арқасында 24 мектепте де жеміс бақшалары пайда болды. Балалар өздері күтті жаз бойы, стимул болды балаларға. 4 мектептің баласы қорытындысы бойынша 25 бала лагерьға барып, 22 бала барып демалып қайтты. Енді бұл жұмысты биылғы жылда жалғастырамыз. Егер де жаңа айтып отырмын ғой, әрбір ауылға көңіл бөлеміз. Осындай жұмыстарды жасайтын болсақ, тек қана Орловка ауылы емес, басқа ауылдарда гүлдене береді. Тек қана бір ауылға көңіл бөлмей. Өкінішке орай қазақтар саны 50%-ға толмайды. Соңғы көрсеткіштерге байланысты деректерге қарасақ 46-5% қалғаны өзге ұлт өкілдері. Бұған енді шекарада орналасқанда көрсеткішке өзінің нәтижесін беріп отырған шығар. Сондықтан да біз жаңағы айтып өткендей көші-қон бағдарламасы бойынша жұмыстарды жандандыруымыз керек. Жаңағы көрсеткішті көтеру үшін, 50%-дан жоғары болу үшін. Рахмет. Әріптестер, сұрақтарыңыз жоқ болса, баршаңызға көп рахмет. Сау болыңыздар. Рахмет.